подкастымыздың қонағы, өзгеріс креатив хабының негізін қалаушы, тіл қазына ғылыми практикалық орталығының бас директоры Мақпал Жұмабай. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Келгеніме өте қуаныштымын. Газетінде Қазақстан балапан телеарналарында журналистік қызметте бастаған екенсіз. Бір ғана кәсіпті игеріп кеткен адамнан гөрі бірнеше кәсіпті игерген адамдар бақыттырақ. Медианың барлық саласында жұмыс істедім деп айтсам болады. Мен ақша беретіндей жағдайда болдым, айлық алдым ғой. Және бұл тренд бізге әлі келген жоқ Қазақстанға. Лондонда Брунелл музейм сахнасында ауа концептуалды концертіңіз өткен екен. Зияткер жастар көбейіп келе жатыр. Сол Бенджамин Баттонның өмірі деген бар еді ғой, керісінше жылжитын. Келесі сұрақ осы. Әйел бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Бүкіл әлемдегі озық ойлар сондай әлем астаналарына келіп түйіседі. Лондонда концертті қайталаймыз. Шекем маған қатты ұнаған осы қара жәшік. Рахмет. Өте. Балапан телеарнасында көптеген жобалар іске асырылды. Бізбен бірге шай ішеді, бәріміз шай ішеміз. Керек. Айта кету керек, қазақ тілі өте технологиялық және инновациялық тіл. Оксфордтың арқасында енеді, өйткені сіз 300 рет құлауыңыз мүмкін, бір рет жетістікке жетуіңіз мүмкін. Тарих сіздің жетістігіңізді ғана есіне алады. Жеміз ол бақытты болу ғой, бәріміздікі. Қарапайым ғана формула бақытты болуыңыз мүмкін. Сіз болашақ бір үлкен ғылыми жаңалық ашатын, дүниені өзгертетін генийдің досы болып оған қажетті сөзді айтқан шығарсыз қасында отыр. Мен саған сенемін деп, бірақ біз білуіміз керек. Біздің орнымыз бар. Бәріміздің орнымыз бар. Сәлеметсіздер ме, біздің Ой таста подкастының құрметті көрермендері. Подкастты жүргізетін мен Оралбек Арайлым, және де бүгінгі подкастымыздың қонағы, өзгеріс креатив хабының негізін қалаушы, тіл қазына ғылыми практикалық орталығының бас директоры Мақпал Жұмабай. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Келгеніме өте қуаныштымын. Біздің Ой таста подкастының мақсаты қазақ тілді жобаларды насихаттау арқылы қазақ тілі контентті дамыту, және де осы әртүрлі сала мамандарымен бірге сұхбат ала отырып, оқырмандар шабыттандыратын, оларға зерделі ой салатын подкаст жобасын жүргізу болып табылады. Сіз ең алғашқы еңбек жолын 2003 жылы осы Ана тілі газетінде Қазақстан балапан телеарналарында журналистік қызметте бастаған екенсіз. Осы журналистикамен қатар ақын екенсіз, сол баршамызға мәлім. Журналист, ақын, сазгер, осындай. Ол неге осы салалар? Алғашқы сұрақ. Жалпы мен өзім оқушыларға айтар едім, әрбір адам дүниеге келген соң енді мақсат болады ғой, неше түрлі мақсат болады. Бірақ арғы бергі тарихты қарайтын болсақ, бұл дүниеде бір ғана кәсіпті игеріп кеткен адамнан гөрі бірнеше кәсіпті игерген адамдар бақыттырақ. Мен өзім өмірлік ұстанымым, философиям сондай. Сондықтан мен медиа саласында бірнеше сала бойынша сарапшылық деңгейі бар маманға айналдым. Медианың барлық саласында жұмыс істедім деп айтсам болады. Соның нәтижесінде жастар қызығатын, өзім кейде қызығып қарайтын өмірді сүріп келе жатырмын деп ойлаймын. Дұрыс айтасың, мен 2003 жылы мектепті бітіре салғаннан кейін Республикалық Ана тілі газетіне жұмысқа орналастым. Бірінші курстың соңында, қателеспесем, ол кезде баспасөзде, қазақ баспасөзінде 18-17 жастағы жастар болмайтын еді. Мен жалғыз болғанымды бір ерекше мақтанышпен айтып жүретінмін. Өйткені сол кезде мен үлкен буын дейді ғой, аға буынның, ағалар мен тәтелердің, әпкелердің үлкен қамқорлығын сездім, ұстаздығын сездім, көрдім, үлкен жауапкершілік сезініп, күн демей, түн демей жұмыс істедім. Ата-анамның бір жағына шықтым. Үлкен болмай тұрып, қатарластарым өзінің үйінен, ата-анасынан қаржы-қаржат алып жүргенде, мен керісінше өзім үйіме ақша беретіндей жағдайда болдым. Айлық алдым ғой. Соның бәрін ерте дәмін татып, мен еркін болуға, тәуелсіз болуға, барынша сондай үлкен азамат болуға бар күшімді салдым. Қазір енді ойлаймын, асықпай қоюға да болар еді деп, бірақ соның арқасында кәсіпте көп нәрселерді істеп үлгердім деп ойлаймын. Сондықтан мен айтарым, егер сіздің арманыңыз болса, түрлі сол армандардың жолында біреуін ғана таңдауым керекпін, бір жолмен ғана жүруім керекпін, бір ғана мамандық иесі болуым керек деп қателеспеу керек. Қазіргі уақыт түрлі салаларды игеріп, түрлі адамның өмірін сүретін уақыт қой. Соны айтқым келеді. Және бұл тренд бізге әлі келген жоқ Қазақстанға, бірақ әлемде бұндай тренд бар, бұндай адамдар да бар. Неше түрлі сала бойынша
жаңа эксперттігі бар кәсіби маман болып шығу алдағы уақыттың ең үлкен құндылығы болады деп ойлаймын. Және сонда адамдар мына үлкен дағдарыстарға ұшырамайды. Психологиялық дағдарысқа, адамгершілік, тұлғалық дағдарысқа ұшырамай, өзі қалаған саласына секіріп жүріп өмір сүретін болады. Мен өзім сол арқылы жастарға үлгі көрсеткім келеді. Сондықтан да сіз айтып жатқан түрлі салаларды айттыңыз ғой, жаңа бір-біріне де ұқсамайтыны бар ішінде, соның бәрін қатарынан алып жүруге тырысып келемін. 8 қырлы бір сырлы айтады ғой, сондай мықты маман екенсіз. Мен біраз ақпаратты қарадым. Соның ішінде өлеңдеріңіз қоғамнан көңілінен шығуда екен. Осы 2019 жылы Лондонда Брунелл музейм сахнасында ауа концептуалды концертіңіз өткен екен. Осы мен де бір қызықтыратын бір сұрақ болды. Мақпал Шерді қолға алуыңызға не түрткі болды? Қазіргі уақытта шығармашылығыңызда баспаға жол тартқан тағы қандай жобалар бар? Дұрыс айтасыз. Қазақстанда өкінішке қарай интеллектуалдық өнер, зияткерлік өнер дейді ғой, қатты дамымай отыр. Оған деген сұраныс өте жоғары деп айта алмаймын. Бірақ соңғы жылдары бір өзгеріс сезіледі. Өйткені өздерің сияқты көзі ашық, зияткер жастар көбейіп келе жатыр. Соның көбейгеніне сәйкес менің де тыңдаушыларым уақыт өткен сайын керісінше Бенджамин Баттонның өмірі деген бар еді ғой, керісінше жылжитын, керісінше жүретін. Сол сияқты мен қазір өзімді әлдеқайда ыңғайлы, жайлы, бақыттырақ сезінемін. Өйткені мені тыңдайтын, оқитын жастар көбейген сайын маған да сұраныстар артып келеді. Сол секілді бір мұңайып жүрген шақтарымда Қазақстанда енді не істейміз, енді қайда жүреміз, көрермен қандай, жалпы тыңдарман қандай болу керек, оқырман қандай болу керек, әдебиет қандай болу керек деп ойланып жүргенде мен ойладым, оны білу үшін тек қана Лондонға бару керек. Лондонда күніне 10 мыңдай іс-шара өтіп жатады. Лондон әлемнің ақыл ойының кеніші деп айтсақ та болады. Бүткіл әлемдегі озық ойлар сондай әлем астаналарына келіп түйіседі. Сосын өзіме мақсат қойдым, Лондонға барамын, сезінем, пікір естеймін, содан кейін өзіме не керек екенін түсінемін деп. Шынымен де Лондонға барған кезде мен өзіме естігім келетін сөздерді естідім. Мәдениеттер үшін, даму үшін тіл маңызды емес екенін түсіндім. Әрбір мәдениеттің бұл дүниеде болуға хақысы бар екенін, бір халықтан бір халық биік емес екенін, бір адамнан бір адам артық емес екенін түсініп, бәріміз кішкентай ғана жер планетасында өмір сүретінімізді түсініп, өзім үшін өте үлкен инсайттар алдым десем болады. Содан кейін көңілім орнына түсіп, ары қарай Қазақстанда жұмыс істеп жатырмыз. Бірақ алдағы уақытта біз Лондонда концертті қайталаймыз және Нью-Йоркқа барғымыз келеді. Біздің мәдениетіміздің бұл үлкен әлемде орны бар екенін, біздің ойларымыздың бұл үлкен ақыл ойдың ішінде өзінің бір орны бар екенін көрсеткіміз келеді. Сондықтан тура жолдан таймай, түрлі ағымдарға ілеспей, өзімнің бір принципімен келе жатқанымды ең басты бір құндылығым деп есептеймін. Мен сіздің осы ютубтан әндеріңізді көрдім. Өте ерекше екен маған, қатты ұнаған осы қара жәшік. Рахмет. Өте жаңашыл сияқты болды, басқаларға ұқсамайды. Рахмет сізге. Келесі сұрақ осы. Әйел бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді дейді. Сіз ана ретінде балаларыңыздың ғана емес, сонымен қатар осы ұлттың болашақ тәрбиесі үшін еңбек атқардыңыз, иә? Балапан телеарнасында көптеген жобалар іске асырылды. Осы біздің Бауыржан жаудан қорықпаған, Бауыржан Момышұлы айтқандай, ол кісі қорқынышы бар деген екен. Біріншісі бесік жырын айта алмайтын келіндерден, екіншісі немерелеріне ертегі айтып бере алмайтын осындай әжелерден көбеюінен, үшіншіден салт дәстүрін сыйламайтын ұрпақтың көбеюінен қорқамын деген екен. Осы қазіргі уақытта балалардың бойына ұлттық құндылықтар дамыту үшін мысалы жас ата-аналарға сіз қандай кеңес бере аласыз? Ең басты кеңесім балаларды енді біз міне кітапхананың арасында отырмыз ғой. Мен
бала қандай болу керек деп кеңес бере алмаймын. Өйткені ол әрбір ата-ананың жеке тәжірибесінің негізінде, жеке көзқарасының негізінде қалыптасады, және ол дұрыс па, бұрыс па білмеймін. Дегенмен де мен маман ретінде, ата-ана ретінде өз тәжірибемен бөлісе аламын. Мен үшін бұл дүниедегі ең үлкен құндылық кітап болды. Ойладым, ата-анамыз бізді кітаппен өсірді, адамзатты адамзат еткен кітап, сондықтан қалайда мен бұларды кітапқа жақындатып өсіруім керек деп өз балаларым туралы айтып отырмын. Сондай шақтардың бірінде ата-ана болдым, ана болдым, сосын қорқынышым күн сайын үдеді. Өйткені анау түсініксіз бала кішкентай өзімен өзі өсіп келе жатыр. Жылайын десе жылайды, күлем десе күледі, сен оны ие бола алмайды екенсің. Сосын ойладым, бөпе менің өмірімді өзгертті, енді бұны ары қарай қалай бағындырамын өзіме деп қатты кітаптар оқыдым. Сол кезде әлемдегі ең қызық кітаптарды оқып, бала тәрбиесі туралы. Сондай кітаптардың бірінен керемет мысал оқыдым. Ол дегеніңіз баланы қалай кітапқа дос қылуға болады деген нәрсе. Сонда бір керемет мысал бар екен. Мысалы, сіз 5-ке келсеңіз, 6-ға келсеңіз, 10-ға келсеңіз, 15-ке келсеңіз, ата-анаңыз кітап оқы десе оқисыз ба сіз? Иә, оқимын. Өйткені мен кішкентай жасымнан мен үйдің тұңғышымын. Өйткені сізді кішкентай жасыңыздан үйрету. Ол ең басты нәрсе, ол үйрету. Сол жерде мынандай мысал бар екен. Кітап ол адамның досы деген ол шартты нәрсе. Бірақ соның дос екенін қалай көрсетуге болады? Сол жерде мынандай мысал келтірілген. Өзіңіз білсеңіз, суға батпайтын, тістесең тістелмейтін, жыртсаң жыртылмайтын кітаптар болады. Негізі кішкентай балаларға арналған. Менің алғашқы кітабым деп аталады өз әлемде. Сол кітапты аласыз да балаға қолына бересіз. Содан кейін жаңағы тамақ ішкізген кезде тамақ дастархан басына отырғызасыз, ұйықтаған кезде қойнына салып қоясыз. Содан кейін бірге жылайсыз, бірге күлесіз. Мен соны ойладым. Сонда былай деп жазыпты: егер ол бала сол кітаппен үлкен бір жаңағы байланыс орната алса, ол кітап оқиды болашақта. Егер сол кезде оқымай тұрып байланыс орната алмаса, орнатқыза алмасаңыз, ол оны қабылдамайды деп. Сосын мен жақсылап тұрып кітап дүкеніне бардым да, ең бір жақсы кітапты алдым да, баумен жасалған 5-6 парағы бар. Сосын балама бердім да, сосын былай айттым: кітапты қарны ашып қалды, бізбен бірге шай ішеді, бәріміз шай ішеміз. Сосын кітаптың ұйқысы келді деп, сосын жатқызып қоямын. Сосын таңертең тұра салған кезде кітапты аламын да, кітап жуыну керек, бірге барамыз. Балам сол кітапты құшақтап жүріп өсті. Бір жаққа барғанда тек сол кітап болу керек. Мұңайған кезде сол кітап болу керек, қуанғанда сол кітап болу керек, тамақ ішкенде сол кітап, ұйықтағанда сол кітап болмаса, ол жаңағындай өзін бір түрлі сезінетін жағдайға жетті. Содан кейін өскен кезде шын мәнінде ең бірінші құндылығы кітап болды. Мысалы, біз бір жерге баратын болсақ, мен айтсам, жиналыңдар десем, олар орамалын алмайды, нәскилерін алмайды, киімдерін алмайды, тек қана кітап алады. Жаңағы рюкзактарында бүйтіп төксең бірнеше кітап түседі. Мен айтамын: сендер кітап киесіңдер ма? Сендер тауға бара жатсыңдар ғой деп. Ол енді ата-ана шын мәнінде баласына не көрсетеді, ол соны үйренеді. Таңнан кешке дейін біз кітап оқыдық, біз де оқыдық. Содан кейін қазір мысалы мақтанышпен айтам, дәл қазіргі кезде антиутопияларды оқып жатыр, утопияларды оқып жатыр, философияны оқып жатыр. Сөйтіп, ал оның қатарларынан мен байқаймын, ол кітапқа оқу кішкене бәсең екен. Сондықтан бүгін тәжірибе ретінде айтқым деп отыр. Егер біздің көріп отқан оқушылар болашақта ата-ана болам десе, ата-ана болып жатса, немесе үйден інілері, сіңілілері, қарындастары болатын болса, кітаппен ойнатсын. Кітап деген ол тек қана оқытатын, қинайтын жаман кейіпкер емес, ол жақсы да кейіпкер болады. Сондықтан біз соны сіңіруіміз керек. Сондықтан менің ең үлкен тәжірибем бөліскім келетін. Ол балаларды неғұрлым кітапқа жақынға өсірсек, бала барлық сіз үйреткен құндылықтарды сізден алады, ал қалған құндылықтар кітаптан алады. Біз қай жерден алады, өзіңіз ойлаңызшы. Басқа қазір біздің балалар құндылықтарын әлеуметтік желілерден алып жатыр қазір, өкінішке қарай. Басқа да контенттен алып жатыр. Сондықтан біз балаларға контент көрсетуде үлкен талап қоюымыз керек. Мысалы, сіз дүкенде тұрған барлық тағамды жемейсіз ғой, сіз таңдайсыз. Сол сияқты бұл
медиа нарық деген ол үлкен дүкен, медиа дүкен. Сол жерден нені бала жеу керек, нені алу керек, ол ата-ананың міндеті. Кейде біз балаларды кінәлаймыз, ананы көреді, мынаны көреді, бүйтті сөйтті деп. Баланың ешқандай кінәсі жоқ, өйткені оған жауапты ата-ана. Сондықтан үлкендер жауапкершілікті болып, балалардың болашақ тағдырына жауап беру керек. Сондықтан балалар, егер сізде жаңағы құндылығыңыз кейде бір сай емес, көңіліңізден шықпай жатса, оған сіздің кінәңіз жоқ. Оған ата-ана кінәлі, бірақ сіз соны түзей аласыз. Жауабыңызға рахмет. Сіздер осы ғылыми орталықта ұлттық тіл моделін жасап жатыр екенсіздер. Қазіргі уақытта осы жасанды интеллект қазақ тіліне қатысты жақсы көріп біліп жүрміз, соны қолданамыз. Яғни ол сауатты дұрыс жауап бере алмайды, және де мысалы сурет сал десек, кішкене оны мәдениетін түрлендіріп мен өзім қолдандым, салт дәстүрден жасаған кезде. Ол дұрыс мәдениетін бере алмайды екен. Осы жасанды интеллектті дамытуда қандай мақсаттарыңыз бар, қандай жоспарлар бар? Қазақстан жасанды интеллектті дамытуға биыл ғана ден қойды. Сондықтан сіз айтып отырған вижн, суретті саламау, ол заңдылық дәл қазіргі кезде. Жалпы үлкен тіл моделі, ауқымды тіл моделі, көлемді тіл моделі деп аталады. Ол не? Ол деген кез келген халықтың, кез келген адамның нейрондық желілері бар ғой, миындағы. Жаңағы сөз құрау дейді ғой, ұғымдар. Соған сәйкес супермашиналар, суперкомпьютерлер тілдерді үйретеді. Сіз қарап отырсаңыз, бүткіл әлемде бір керемет құбылыс болып жатыр. Ол бүткіл ғылымдар, физика болсын, химия болсын, математика болсын, информатика болсын, түрлі технологиялар болсын, қазір тілге байланысты ғана болып қалды. Тіл моделі болмаса, олар дами алмайтын жағдайға жетті. Өйткені ғылымның осы кезеңінде бүткіл әлемге өте маңызды нәрсе ол жасанды интеллект. Ал жасанды интеллект тілге байланысты дамитын технология. Өзіңіз қараңызшы, бүткіл әлемдегі өзін сыйлайтын мемлекеттердің бәрі тіл модельдерін жасап жатыр, және жасап қолға алып жатыр. Кейбіреу ойланып жатыр. Сол секілді солардың қатарында Қазақстан да осы іске мемлекеттік деңгейде шешім қабылдап іске кіріскені бұл біздің үлкен жетістігіміз деп санаймын. Дұрыс айтасыз, бұл технологиялар 1-2 жылда өзінің нәтижесін береді. Соған дейін күту керек. Ал сіз айтып отырған ChatGPT, немесе Google компаниясы, тек Яндекс, тек бұлар деген әлемдік нарықта ондаған жылдар жұмыс істеп, миллиардтаған инвестициялар тартқан компаниялар. Сондықтан да оларды қуып жету мүмкін емес деп айта алмаймын. Олар 10 жылда жеткен нәрсеге қазіргі уақыттың деңгейінде қарасақ 1 жылда жетуге болады. Түсінесіз ба? Қазір мысалы ғылыми жаңалықтардың мерзімі қатты қысқарып келе жатыр. Мысалы 10 жыл жасайтын жаңалық 10 күнде жасалатын болып қалды. Сенесіз ба? Миллиардтаған ауқымдағы ақпаратты игеру 1-ақ сағатқа шегерілді. Тіпті қазір тіл модельдері андай үлкен суперкомпьютерларда емес, гаджеттерде пайда бола бастады. Осындайда отырып сіз жаңа технологияларды жасай аласыз. Сондықтан да айтқым келіп отырғаны, қазақ тілінде де технологиялар өте дамитын болады. Оған үлкен мемлекеттік жоспар бар, оны президенттің өзі қадағалап отыр. Сондықтан бізге шегінетін жол жоқ. Тек қана технологияларды қолданып, қазақ тілін соған тезлестіруіміз керек. Айта кету керек, қазақ тілі өте технологиялық және инновациялық тіл. Қаншалықты икемді тіл екенін жастар, балалар түсінсе екен деймін. Біздің тіліміз әлемдік технологияға жата қалатын тіл негізінде. Өзіңіз қазір ChatGPT-дің 4-ші жаңағы шығарылымын қарайтын болсаңыз, ол қазақ тілін менен де жақсы біледі. Және оның баяндама жазу деңгейі профессорлық деңгейде. Сондықтан да біздің жастар түсіну керек те қазақ тілінің қаншалықты мүмкіндігі бар екен. Және оның мүмкіндігін ашу басқа емес, әрқайсымыздың қолымызда. Біреу келіп жасап береді, немесе анау неге жасамады, неге бізде жоқ деген сұрақ болмау керек. Сұрақ мынандай болу керек. Мен не істей алам? Мен қазір міне 8-ші класста оқимын, 9-ші класста оқимын, 10-да оқимын, 11. Мен үлкен өмірге баруға 3-4 жыл. Мен не істей алам? Мен не істей алам? Сонда біз өзіміздің тілімізді, технологияларымызды халықаралық деңгейге жеткізе аламыз. Жаңа мен сөзімнің басында айттым ғой, мен қазақ тілінің, қазақ мәдениетінің, қазақ өнерінің ешкімнен кем емес екенін көру үшін, оның бүткіл әлемде өзінің орны бар екенін сезіну үшін шетелдік үлкен
жобалар ұйымдастырамын. Технологиялар үшін ең қызығы қай тілде жұмыс істеп жатқаны маңызды емес. Ол сіз қай тілді үйретесіз, сол тілде жұмыс істейді. Ал енді үлкен тіл моделін жасауға қатысып жатқаны рас. Қатысып жатқанымыз мына мен басқарып отырған тіл қазына ғылыми практикалық орталығы, ол үлкен ауқымдағы деректерді жинаумен айналысады, сонымен қатар өз модельдерін оқытады. Яғни біз алдағы уақытта тіл қазына дауыстық көмекшісін жасағымыз келеді. Яғни қазақ тіліне қатысты кез келген көмекті көрсететін үлкен көлемдегі диктанттардың мысалы 1000 мәтінін, үлкен көлемдегі жаңағы әңгімелердің, тексттердің 10.000 бір дегенде көлемін беретіндей ауқымды жұмыстар істейтін модель жасап, оны қазақ тілін үйренгісі келетін, қазақ тілін қолданғысы келетін, ішіне барлық сөздіктер кірген жаңағы дауыстық көмекші жасау біздің мақсатымыз. Бұл жобамыз 3 жылға созылған, дегенмен де осы жылдың соңында да бізде прототипі дайын болады. Енді оның тұтынушысы сіздерге қолайлы болу үшін, сіздерге ыңғайлы болу үшін, сіздерге қазақ тілімен өмір сүру жайлы болу үшін аға әпкелеріңіз қолынан келгенді жасайды. Қолынан келмесе, оны сіздер жалғастырасыздар. Рахмет, біз міндетті түрде қолдаймыз. Осы айтып отырғанымыздай, біздің мектепте оқушылардың платформаға дайын осы қазақ тілін насихаттайтын, дамытатын жобалар бар. Мысалы, Мұстафаның мақал мәтелдерді үйренуге арналған күн тапқыр бар ойыны бар. Сыныптасым Индираның айтарымыз бар, өзі деген бір подкасты бар. Менің өзі қазақ контекст атты салт дәстүрлер жинағын жасап шығардым. Осындай қазақ тілін насихаттайтын, оқушылардың идеясын қолдайтын сіздердің қандай жобаларыңыз бар? Мүмкін сіздердің тараптарыңыздан қандай қолдауға ие болуға болады? Мен барлық тараптан қолдауға дайынмын. Жаңа өзіңіз сөздің басында таныстырғанда айтып кеттіңіз. Өзгеріс, өзге эпик деген креатив хабымыз бар, шығармашылық кеңістігіміз бар. Арт кеңістік үлкен. Қазақстандағы алғашқы сондай кеңістіктердің бірі. Қазір Алматы, Түркістан, Астана қалаларында жұмыс істейді. Сол жерге сіздер өз ойларыңызбен келсеңіздер, біз балалармен бірігіп жобалар бастап жатырмыз қазір. Мысалы, жаңағы білім инновациялық мектептері, сонымен қатар биномдармен жұмыс бастаймыз, сонымен қатар орта мектептердің барлығы біздің күн тәртібімізде тұрған мәселелер. Менің өзімнің мынандай бір үлкен ұстанымым бар. Жаңа да күліп айтып жатырмын сіздерге. Егер мені оқушылар шақырса кездесуге, мен уақыт табамын. Өйткені жастар, балалар, оқушылар менің бүткіл өмірімде ол приоритетте тұрған. Мен өмірімнің едәуір бөлігін балалар контентін жасауға бердім, балапанды басқардым. Сондықтан да біз барлығымыз балаларға қызмет еткенде, оқушыларға қызмет еткенде, мектептерге қызмет еткенде, біз өзіміз аңсаған, өзіміз қалаған қоғамға, жайлы қоғамға жылдамырақ келетін боламыз. Бәрімізге ыңғайлы қоғамға. Сондықтан да егер сіздерде ұсыныс болса, мен ашықпын, қолдап, барлық тараптан көмектесіп, сіздердің жобаларыңыздың үлкен деңгейге шығуынан тәжірибемді, білімімді бөлуге, менторлық атқаруға дайынмын. Сондықтан да егер сіздердің тараптарыңыздан нақты бір ұсыныстар болып жатса, жоспар жасайық, жұмыс істейік. Рахмет. Осы жақында Оксфорд университетімен ынтымақтастық орнатқан екенсіздер. Осы қазақ тілі сіздердің арқаларыңызда, менің ойымша, әлемге құлашын кең жайып жатыр. Осы қазақ тілін жат жерде оқытудың қыр-сыры неде жатыр? Неден басталмақ? Түрлі сұрақтар қойды адамдар. Қазақ тілін өз елімізде дамытып алайық. Оксфордта не үшін оқытылады деп. Бірақ біз түсінуіміз керек. Әлемдік, бағана сөзім басында айттым ғой, әлемдік білімнің, әлемдік ақыл ойдың түйіскен жерлері болады. Оның бірі әлбетте Лондон, оның бірі әлбетте Ұлыбритания. Сондықтан әлемдегі ең көне жоғарғы оқу орындарының бірінде қазақ тілінің оқу бағдарламасына қосылып жатуы, ол біздің мәдениетіміздің, халқымыздың, біздің зияткерлік мүмкіндігіміздің жетістігі. Келесі бір кезеңі, біз мынандай комплекстен дейді ғой, арылуымыз керек, қазақ тілі кімге керек деген. Дүниеде кішкентай ғана ара болмай қалса, ара жәндігі болмай қалса, бұл дүниедегі тіршілік бірнеше айда тоқтайды. Өзіңіз ойлаңыз.
кішкентай адамды шағып алса, жаңағы өмірі тоқтап қалатын ара бүткіл дүниені тоқтата алады. Түсініп тұрсыз ба? Сондықтан да бүтін бір тіл не үшін қажет, және ол басқаларға не үшін қажет деп сұрақ қою үшін қаншалықты жаңағындай мүмкін сауатсыз болу керек шығар. Сондықтан да біздің қазақ тілінің орны бар. Ол жерде тек қана үйретіліп қоймайды, ол зерттеледі. Сонымен қатар біз әлемдік ғылыми айналымға қазақ тілін енгіземіз. Яғни әлемде үлкен тіл корпустар жасалып жатыр, ғаламдық тіл корпустар. Соның қатарына қазақ тілі осы Оксфордтың арқасында енеді. Өйткені ғаламдық тіл корпусын жасаушы ұйым ол Оксфорд университеті. Сонымен қатар біз қазақ тілін оқытып қана қоймай, ол жерде бұл жобада тіл білімі институты бар. Қазақстанға белгілі іргелі зерттеулер жүргізетін біздің ең үлкен жаңағы ғылыми мекемеміз бар біздің алдымызда. Солармен бірігіп жүзеге асырамыз. Содан кейін жаңағы корпус жасаймыз, одан кейін бірігіп лаборатория ашамыз Қазақстанда. Сонымен қатар бірнеше үлкен ғылыми жобаларды жүзеге асырамыз. Бұл дегеніңіз әлемдегі ең озық ғалымдармен бірге қазақ тіліне қатысты жобалар жасау деген сөз. Ол озық білімге қол жеткізу деген сөз. Яғни оның жақсылығын біз емес, оны келесі буын көреді. Бүткіл әлемде ғылыми айналымда қазақ тілі болады, және оның мүмкіндіктері болады, ол туралы айтылады, зерттеледі. Сондықтан бұл біздің осы күнге дейінгі қазақ тілінің жеткен бір ерекше биігі деп санаймын. Бұл дүниеге жету үшін көптеген азаматтар еңбек сіңірді. Біздің президентіміз бұл үшін Ұлыбританияға барып келді. Білесіздер, оның бастамасымен Оксфорд сөздігі жарық көрді. Бұдан кейін біздің министріміз Саясат Нұрбекұлы барып келді. Біздің ғалымдарымыз барып келді. Анар Фазылжанова бастаған. Сондай үлкен жұмыстың үлкен нәтижесі. Біз онымен тек қана мақтануымыз керек. Неге деген сұрақ қойылмау керек деп санаймын. Сондықтан да сіздер бізге сенім артсаңыздар, болашақта Оксфорд пен Қазақстанның арасында үлкен бір байланыс орнап, соның нәтижесін сіздер көресіздер. Рахмет. Осы мен сіз туралы көптеген ақпараттар қарадым, сұхбаттарыңызды оқыдым. Сосын менде бұндай сұрақ пайда болды да, біздің қоғамымызда осындай адамдар көп емес сияқты. Енді сіз секілді іскер, жанашыр, шығармашыл әйел тұлғалардың арасынан сіз кімдерге бізге үлгі ретінде атар едіңіз? Мен кешке жақын өзімнің кішкентай балама 8 жасқа келді, бірақ әлі кішкентай, мен үшін нені оқып беремін? Әлемді өзгерткен 50 ғалым әйел деген кітап бар қазақ тілінде. Соны айналдырып оқи берем. Біз қыздардың, әйелдердің, аналардың әлемді өзгертетініне сенуіміз керек. Әлемді өзгерту үшін бір үлкен ғылыми жаңалық ашып, үлкен бір рекорд жаңарту керек емес. Күн сайынғы сіздің алған біліміңіз, күн сайынғы сіздің арманыңыз, күн сайынғы сіздің қадамдарыңыз әлемді өзгертуге бастайды. Қыздар өзінің қаншалықты мүмкіндік иесі екенін, қаншалықты мүмкіндікті өзіне аша алатынын сезсе екен деймін. Қазіргі біздің қоғамымызда үлкен өзгерістер болып жатыр қыздарға қатысты. Сондықтан да мен солардың, сол жаңалықтардың бел ортасында жүрген адам ретінде қыздар маған қарап, кішкене де болса өзінің өміріне бағыт алса екен деп ойлаймын. Ешқашанда әрине бізде бар ғой мынандай түсінігіміз, ұғымымыз, қыз бала ол отбасының ұйытқысы, ана деген отбасының тірегі деген. Біз тірек те бола аламыз, ұйытқы да бола аламыз, және біз басқа да үлкен қоғамдық жұмыстардың ортасында жүре аламыз. Және біз шығармашылық, зияткерлік мүмкіндіктерімізді таныта аламыз. Сондықтан да осындай принцип қыздардың көкейіне орнықса екен. Сіздің алдыңызда үлкен жол бар. Сол жолда сіз таңдау жасамасаңыз екен. Мен отбасымды қарайын ба, жоқ оқиын ба, немесе баламды қарайын ба, жоқ жаңалық ашайын ба деп ойламау керек. Қоғам оған ондай талап қоймау керек, отбасы оған ондай талап қоймау керек. Ол бәрін жасау керек. Егер ол ғылым жасағысы келсе, және оның кішкентай бөпесі болса, бәрі оның ғылым жасауына бөпесін көтеріп көмектесу керек. Түсінесіз ба?
ыстырып, жаңа қасындағы серігі бөпенің қасында ұстап жүру керек, ол ғылым жасау керек. Ал біздің қоғамда қазір көп таңдау қойылады. Сен не мынаны таңдауың керек, не мынаны таңдау керек, не мынаны таңдауың керек, не мынаны таңдауың керек. Мен өмір бойы осындай таңдаулардың арасында жүріп, таңдамаймын деп, бәрін істеймін деп, осы бір үлкен өзім үшін үлкен көрсеткішке жеттім. Және ол менің қаншама жылдарым кетті, оған қаншама күресім кетті, қаншама энергиям кетті. Мысалы, шығармашылықпен айналсам ба, концерт жасайын ба, кітабын шығарам ба, жоқ, жұмыс істеймін ба, жоқ, басшы болам ба, жоқ, қоғамдық жұмыстармен айналсам ба деп адасып жүрген кезім өте көп болған. Мен ойлаған бір кезде мүмкін мен дұрыс емес таңдау жасаған шығармын, менікі мүлдем қателік шығар. Өйткені маған әрбір қадам сайын екі қайықтың басын ұстаған суға кетеді. Жаңағы торғайды сойса да қасапшы сойсын, неге сен анаумен айналсың, неге мынаумен айналсасың деген сайын мен өзімнің кәсібилігімді арттыра бердім. 2 емес 5 қайықтың басын ұстадым. Сондықтан менің айтқым келетіні, қыздар әлемнің жартысын алып жатыр. Әлемнің жартысы қыздардан тұрады. Қазақстанның жартысы қыздардан тұрады. Және ендігі қыздарда мұндай таңдаулар болмаса екен. Сіздің арманыңыз бар ма? Ғарышқа ұшыңыз. Сіздің арманыңыз бар ма? Үлкен рок жұлдызы болыңыз. Сіздің арманыңыз бар ма? Бүткіл әлемді шарлап үлкен жаңалықтар ашуға жасаңыз. Сондықтан да бүткіл қоғам, бүткіл ел, бүткіл отбасы, балалары сол адамның оған жағдай жасау керек. Өйткені қыздардың солай істеуге қақысы бар. Ал біздің елімізде осы көзқарас енді өзгеріп келе жатыр, бірақ мен тіпті балапан телеарнасында жүрген кезде қыздардың кішкентай кейіпкер болып қатарға қосылуына, олардың ұлдармен тең рөл ойнауына мультфильмдерде, содан кейін қыздарға қатысты айтыңыз, уақытты олар дұрыс қолдана алмайды. Ал егер де осындай, мысалы, сүрінген кезде олар қалай қайттан тұруға не істеу керек олар? Мысалы, қараңызшы, бізде қазір аса жетістікке жеткен адамдардың уақытын, аса бір жеңімпаз адамдарды біз насихаттайтын болдық. Біз ешқашанда адамның қанша рет құлағанын көрмейміз. Біз адамның жеңген уақытын ғана көреміз. Бұл өте үлкен қате идеология негізінде. Мен өзім осыны байқадым балапан телеарнасында жүргенде. Менде арнайы жобалар болған, қателіктер туралы, құлау туралы, қалай күшті құлау, былай шартты түрде, қалай күшті жеңілу керек екенін үйрететін. Мен айтқым келеді, сіз әрқашанда жеңімпазды ғана көресіз. Эфирден, Инстаграмнан, ТикТоктан, барлық жерден. Ал сіз оның қанша рет жылап, қанша рет құлағанын ешқашан көрмейсіз. Сондықтан ол да қарапайым математика. Сіз 300 рет құлауыңыз мүмкін, бір рет жетістікке жетуіңіз мүмкін. Тарих сіздің жетістігіңізді ғана есіне алады. Және сіз де елге жетістігіңіз туралы ғана айтасыз. Мен айтушы едім, құлаған сәттеріңіз туралы айтудан қорықпаңыз. Құлаған сәттер ол сіздің үлкен мүмкіндіктеріңіз. Құладың, бітті, жаңа мүмкіндік ашылады. Кейде бізде жаңағы балалар кішкене өмірлік тәжірибесі болмаған соң, мүмкін үлкендер дер кезінде қажет сөзді айта алмаған соң қателесіп жататын шығар, мүмкіндік жоқ деп ойлайтын шығар, бірақ мына дүниеге келгеннің өзі оның жеңімпаз екенін білдіріп тұр ғой. Қазір жеңімпаздардың уақыты деп сөзін бастадым ғой. Жай ғана бақытты болып жүруге болмайды бұл жерде. Бұл жерде жарысып, білмеймін, құлатып, не үшін, кім айтты жеңімпаз болу керек деп айтыңыз. Неге? Біздің ұмтылып жатқан уақытымыз, ұмтылып жатқан межеміз ол бақытты болу ғой. Бәріміздікі. Қарапайым ғана формула бақытты болу. Ал біздің қазіргі әлемнің идеологиясы, Голливуд дейміз, бүткіл әлемдегі бізге қандай болу керек екенін көрсететін үлкен контент шығарушылар тек қана жеңімпаз адамдарды насихаттайды. Сондықтан да біздің балалар өзінің өмірін салыстырып, сонымен ешкім емеспін деп ойлайды. Негізінде оның бұл өмірде келгеннің өзі үлкен тіршілік үшін үлкен орны бар. Жаңа айттым ғой, бір тал ара, бір түйір ара қандай орны бар.
біз кейде ойлаймыз ғой, мысалы мына Сахараның құм басып жатыр, құмды дауылдар болады. Ешкім білмейді не үшін құмды дауылдар болады, шөлейт жерлер көбейіп жатыр. Мен National Geographic'тен керемет деректі фильм көрдім. Сол деректі фильм менің өмірге деген көзқарасымды едәуір өзгертті. Жаңағы кейін спутниктік бақылау пайда болды ғой. Спутниктен түсіретін, содан қарағанда айтқан. Жаңа Сахарадан құмды дауыл болған кезде құм жоғары көтеріледі, құм қатты дауыл болған көтеріліп кетіп атмосфераға шығып, сосын көшеді екен, бір бағытқа ғана көшеді екен де, джунглидің төбесіне бар екен, жаңбыр болып жауады екен. Сонда минералдар, тұздар Сахарадан барады. Сіз ойлаңызшы, бір стақан су жоқ Сахарада, ешкімге қажеті жоқ сияқты болып көрінген құмды дауылдар болады. Сөйтсек ол бүткіл әлемнің келесі бір жартысындағы экватордағы джунглилардың жап-жасыл болып өсуіне жағдай жасап тұр. Түсініп отырсыз ба? Сонда бізге шөл де керек, бізге жасыл дүние де керек, бізге су да керек, бізге кеуіп кеткен жаңағы хаос та керек. Сондықтан да мына дүниеге келіп алып, менің бұл жерде орным жоқ, мен білмеймін деп айту қаншалықты дұрыс сөз. Мүмкін сіз болашақ бір үлкен ғылыми жаңалыққа ашатын, дүниені өзгертетін генийдің досы болып, оған қажетті сөзді айтқан шығарсыз қасында отырып. Мен саған сенемін деп, немесе сіз міне бір 10 минуттан кейін бір жаман жағдайға ұшырап қалатын адамды қолынан ұстап бір жаққа алып кетіп қалған шығарсыз. Сондықтан да біз мына дүниеге не үшін келгенімізді айтатындай күшіміз жоқ, бірақ біз білуіміз керек. Біздің орнымыз бар. Бәріміздің орнымыз бар. Мен бәріне айтамын, бәрінің орны бар. Сен оны өзің өскен сайын білетін боласың. Қай жерде ойлансаң, сөйтсең сенің орның үлкен екен. Біздің қазіргі уақытта адамдардың бұл дүниеде орны жоқ сияқты, жетістікке жетпесе солай көрсетеді. Ол өте үлкен қателік, бүткіл әлемдік идеологиялық қателік. Соны біз жоққа шығаруымыз керек. Жауаптарыңызға рахмет. Осы уақыт бөліп подкастымыздың қонағы болғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Тыңдармандарымыз өздеріне зерделі ой түйді деген сенімдеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Рахмет сіздерге. Кездескенше.